Сәлематсыздар ма, балалар? Бүгінгі дүниетану пәнінен тарауымыз адам өміріне ауа райының әсері. Мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Ауа райы белгілі бір уақытта немесе уақыт аралығында тәулік, ай байқалатын құбылмалы жағдайы. Ауа райын болжау үшін ауа температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтайды. Мәселен, мысалға, Ақтау қаласының бүгінгі ауа райын қарастырсақ, ағымдағы ауа райы 12 градус, мұнарлы бұлттар, ультракүлгін көрсеткіші 0-ден төмен, жел 17 км сағат, ұйытқу 25 км сағат, ылғалдылық 49%, еру температурасы 1 Цельсий, бұлттылық 51%. Ауа райының элементтері мен құбылыстарына температура, бұлттылық жағдайы, жел, жауын-шашын жатады. Ауа райы туралы халық арасында түсініктер. Халық арасында күн қызарып батса, ертең ауа райы ашық болады деген түсінік бар. Оның үлкендерден сұрап түсініп, одан ары қарай біліп алуларыңызға болады. Тағы ауа райына байланысты не айтылады? Еске түсірейік. Ауа райын ертерек білу не үшін қажет? Ауа райын зерттеу адамның күнделікті тұрмысы мен шаруашылық әрекеті үшін қажет. Ауа райы болжамынсыз ұшақтар аспанға көтерілмейді. Ауа райын болжау бүкіл жер бетіндегі метеорологиялық станцияларда және атмосфераның біршама биік қабаттарында жүргізілетін бақылауға негізделеді. Ертеңгі күнге жоспар құрғанда ауа райымен танысу өте маңызды. Күннің күрт өзгеріп кетуі көп нәрсеге зияны тиіп кетуі мүмкін. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райына тәуелді болды. Тарихқа үңілсек, ол заманда Қазақстан жерінде құрғақ ауа райы қалыптасты. Жауын-шашын сирек жауған, өсімдіктер қатты ыстықтан қурап, егіншілікпен айналысу мүмкін болмаған. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз түйе, жылқы, қой, ешкі өсіруді меңгерген. Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады. Өйткені жетілген жаңа техникалар пайда болды. Туған жеріміздің ауа райы қандай? Маңғыстау негізінен шөлді мекен. Аңызақ жел жиі болады. Шөлді мекен болғандықтан ағаштар аз әрі қысқа. Шөлді жерге бейім 4 түліктің бірі, түйелерімізде көп. Тапсырма. Дәптерлеріңе бүгінгі ауа райы туралы жазыңыздар. Оқулықтың 80-ші бетіндегі жаттығу бойынша балалар не себепті әртүрлі киінгендігіне жауап бер. Қосымша ғаламтордан ауа райын қандай құралмен өлшейтінін біл. Назарларыңызға рахмет.